Михаил Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде Қазақстандағы тұрақтылық пен даму жолының факторы атты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Конференцияға Ресейдің белді ғалымдары мен сарапшылары қатысып, Қазақстандағы саяси науқанды талқыға салды. Ресей сарапшылары Қазақстандағы сайлау елдегі тұрақтылықты одан әрі дамытуға мүмкіндік беретінін ерекше атап өтті. Михаил Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде ұйымдастырылған конференцияның салмағы көзге көрініп тұрды. Біріншіден, ғылыми бас қосу Еуразиялық экономикалық одақты құру туралы идеяның жарияланған жерінде Ресейдің ең әйгілі білім беру ордасында өтті. Екіншіден, ғылыми бас қосуға Ресейдің беделді ғалымдары, сарапшылары, мемлекет қайраткерлері және журналистері қатысты. Үшіншіден, конференцияны Мәскеу мемлекеттік университетінің ректоры Виктор Садовничийдің өзі өткізді. Конференцияны ашқан Виктор Садовничий Еуразиялық экономикалық одақтың тарихына тоқталып, еліміздегі ең басты жетістіктерді ерекше атап өтті. Қазақстанның әлемдік саясаттағы басты ұстанымы ол тұрақтылық және бейбітшілік. Қазақстан Ресейдің негізгі және ең сенімді әріптесі. Сондықтан көршілеріміз қолға алған нұрлы жол секілді болашаққа бастар бағдарламалары бізді ерекше қызықтырып отыр дейді ресейлік сарапшылар. Қазақстан добился. Мәселен, бүгіндері ТМД елдерінің бірде-бірінде Қазақстандағыдай ұзақ мерзімді стратегия жоқ. Қазақстан даму көрсеткіштері жағынан ТМД елдері ішінде алда келе жатқан бірде-бір мемлекет. Қазақстандықтардың кірісі соңғы 15 жыл ішінде 16 есе ұлғайған, жұмыссыздық 2 есе қысқарған. Сондықтан қос елдің ынтымақтастығын одан әрі дамыту үшін Қазақстаннан көп нәрсені үйренуіміз қажет. Қазақстан тәуелсіздіктің 24 жыл ішінде қызығатындай жетістіктерге қол жеткізді. ТМД елдеріндегі ең мықты экономика, ауызбірлік пен халықтар достығы, индустрияландыру, жасыл экономиканы құру, сыртқы қауіп-қатерлерге төтеп беріп, әлемдік беделге ие болу. Күшіміз бірлікте. Бұны қарапайым халықта, сарапшыларда жақсы түсінеді. Сегодня человеческий капитал является... Халықаралық аренада Қазақстанның беделі өте зор. Қазақ елі аз уақытта бүкіл әлемге тұрақтылық пен даму үлгісін көрсетті. Көршілерімен жалпы кез келген мемлекетпен достық қарым-қатынас орнатты. Ядролық қарудан бас тартып, Еуразиялық кеңістікте ықпалдасу үрдісін қолға алған бірден-бір мемлекет ретінде танылды. Қазақстанда қолға алынған мемлекеттік бағдарламалар өз нәтижесін берді. 20 жыл ішінде елімізге 170 миллиард доллар инвестиция құйылды. Былтыр дағдарыстан шығу жолын іздеген шетелдік компаниялар елімізге 20 миллиард доллар инвестиция әкелді. Құрылыс, ауыл шаруашылық, денсаулық сақтау секілді салалар шағын және орта бизнес дамып, әлеуметтік жобалар жүзеге асырылуда. Еуразиялық экономикалық одақтың аясында қос елдің бизнес құрылымдары бірігіп, біріккен кәсіпорындар ашуда. Қазақстан является безусловно успешной страной. Сайлау арқылы Қазақстан халқы кезекті рет бірігуде. Бірігіп мықты мемлекеттің мықты басшысын таңдау арқылы қазақ елі жаңа экономиканы дамытатын болады. Қазақстан көп векторлы саясатын жүргізу арқылы әлемдік деңгейдегі ұлы державаға айналды. Президент сайлауы арқылы біріккен қазақстандықтар ауқымды жоспарларды жұмыла орындауға дайын. Руслан Оспан, Тимур Алтынбаев, Мәскеу.